Сәлем достар, бүгін сіздермен ашыған сүттен әрдайым жасайтын құймақтарыңыздан өзгешелеу құймақтар жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз, және венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қантымызды аз-аздан салып отырып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін сүтіміздің жартысын құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді електен ұндарымыздың жартысын өткізіп аламыз. Венчикпен тағы да бірдей масса болғанға дейін араластырамыз. Қалған жарты сүтімізді құямыз, және қалған ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Дәл осылай ас қасықтың көмегімен сұйық майларымызды құйып, венчикпен бірдей масса болғанға дейін араластырып жібереміз. Дайын массамызды тең 2 бөлікке бөлеміз. Массамыздың бір бөлігіне какаомызды електен өткізіп салып, венчикпен тағы да жақсылап бірдей масса болғанға дейін араластырып жібереміз. Ал біздің қамырларымыз дайын болды. Мен осындай ыдыс қолданатын боламын. Дайын қамырымызды дәл осы ыдысымызға кішкене құйып аламыз. Ал енді газымызға арнайы құймақтар пісіретін табамызды қоямыз. Кішкене майлап жібереміз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, жаңағы құйып алған какаолық массамызды табамызға жақсылап құйып шығамыз. Кішкене пісіріп алғаннан кейін бетіне какао қосылмаған ұнды массамызды құйып пісіріп аламыз. Пісіп шыққан құймақтарымызды аударып алып, екінші жағын да жақсылап пісіріп аламыз. Дәл осындай өте керемет болып шығады. Тағы да табамызды кішкене майлап алып, какао қосылған құймақтарымызды узор сияқты видеода көрсетілгендей құйып алып, кішкене пісіріп аламыз, және ұнды массамызды бетіне құйып, жақсылап қызартырып алып, аударып екінші жағын пісіретін боламыз. Ал енді ұнды массамен узор жасайтын боламыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп узорларымызды жасап аламыз, және какаолық массамызды құямыз. Енді жақсылап пісіріп алғаннан кейін аударып алып, екінші жағын пісіретін боламыз. Дәл осылай құймақтарымызды пісіріп аламыз. Біздің құймақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, және дәмдері де ерекше болады. Сіздерге видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және қоңырау түймешесін басып қойыңыздар, келесіде шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін. Сау сәлеметте болыңыздар.